Қылғансың, Ақберді қой түлігін сыйлап өстің, еңбегіңнен жемісің есептелген, таласпас саған берген сыйға ешкім. Ерімбетов Ақберді 84,6% қозы қойған әр 100 қозы. Бұған да Мадонна. Осы кісілер тақап тұрыңыздар, қазір 3 адамнан кейін ойынға шығасыздар. Кәсібін қой бағатын сыйды бол, кейде бір қате кетсе күйеді бол. Молдағали ілімде сүлет бардай, әкесінен дарыған киелі бір. Дәулетов Молдағали әр 100 қозының 180% қозы қойылған. Мадонна келіп болған. Жас шопан келешегі парлап тұрған, даңды жол алдында оның сайрап тұрған, ылайық қожам жарып, алмас жанға сыйлықты қанша берсек ардап бұған. Қожам жарып алмас 80% қозы қойған. Бұған да Мадонна келіп. Жаңа ата табылған кісілер үшеуі де ортаға. Тоқ, және бі. Оралғыш, ойлы шопан, шарапатты, қажымас еңбегінен нәр тарпты, шаруасы меңгерген Әбдіраманов, Қалдыбай, зерек екен әр тарапты. Әбдіраманов Қалдыбай, бұнда 80% қозы қойған. Мадонна келіп болған. Жаңа кісілер кәне беге шықсын деп атыр. Ендігі құттықтау сөз ауданымыздың ақыны Қариялар ұйымының председателі Қожам Жаров Ақназаров Шүкірбай. Мадар қалған жігіттер дайындалып отырыңдар, ортаға шығып белейді дегенсіңдер қазір. Қатып беліңдер, қандай алып қоймаққан болсаңдар, сондай алып беліңдер. Ассалаумағалейкум, алтында ауылдың тұрғындары және қойға келген қонақтар. Сіздерді бүгінгі алтында училищесінің ауданда бірінші орын алып, шопандар істеп сол шопандар той мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Бүкіл аудан қариялардың атынан және өзімнің атынан. Сонымен бірге біз бозат шопандарға арнаған бір-екі арнауым бар, соны оқып беруге рұқсат етіңіздер. Алтын тауып сен дегенде тебіренем, ерің жомарт, қашанда елің өлең. Бүгінгі ұлан асыр қуанышыңа арнаймын сен жүректен керім өлең. Қалайы құтты болсын бүгінгі той, өздеріңнен бастау алған мендегі ой. Ауданда жүлде алжаштар кетіміз, ақ жарылқап ерлер ата берген ой. Өздігінен келмейді табыс деген, келген анық төккен тер намыспенен. Бәйгіге қосқан менің тұлпарларым, жүйкі әркез құлагер шабыспенен. Оңай емес орындау көп тілегін, озаттарды мадақтар жеткізерім, ауданда бірінші орнын алса алғындау, Нұржадин мен Талғаттан деп тілемін. Бұл өмірде білем бар талай мықты, қаранардай көтерер ауырлықты,
Koy basına 100% koz koygan maktan eken bayzak amanlıktı. En maladı. Ötkürlük ağrıskay almastaydı. Toksun altın kabul almaspaydı. Şirketke yekінші orun iyileri maktamasına bolama jalgaspaydı. Üçüncü orun iyileri şirkpayıp, görgenimiz on sıra sözdüğün tayıp, keng jaylaudu gülüptür esimenge ağın yetken ınkamen malını jayıp. Qaysı birini jadayın görenlerдің, Gabit, Narbay, bular da kulem deri bilir. Moldagali, Mayranbek almastар da ақтап келет атана yer еңбегін. Bolama kөл deydirdi atamasqa, ağa inimiz bolğanmen atabasqa, ağalık megen maga, oğan menin şun dilegim, atı onun taragay aldalaşqa. Altın tavuk sen degende tebrenem, men birgemin arkaşan seni menen, mertebem sabaldınday kımbat bolup, Alayım bitkirden körüne ver. Rahmet dinlerden. Rahmet çocuklar. Tosunbayev Jalgasbay. Serikbayev Erdavlet. Çınlar demek. Ne jakka demek. Abdurrahman Gabit. Kodarkul Narbay. Ayağımdan mı çıktılar, yalsamlar yeri? Korksanlar. Ya sen de korkmaydın, batır bir yüzün bularım da. Kimisi korkan. Çık ben yakın. Olmadan da bu zaman Putin'e kaçınız. Putin'e berge. Abdurrahim Cumalev. Hoca Amerikan. Akberdi Yerbetov. Moldagali Davletov. Almaz Hocamjarov. Kaldыбай, en bana desene Kaldыбай çağırmaya ketti. Savraga. Sıkıntı mı? Жеңісбек çağırıp mı onu? Енді siz bulmazsanız olmaydı ki Жеңісбek'ті көрейін. Amandық қақты? Amandық неге тұғыласың? Бергілі. Amandық.
Рахмет, бағалайсыз. Біз алатын. Серікбай Бектібай 80% қолды қойған. Майталман, қаяқта ол? Мадонға кел болған. Үйітке тақтап тұра беріңіз қазір. Әйгілге төтелген бір сақа шопан, әріден тұқымдары ата шопан, сыйынып келер аруағына Нұрдулла алып жүрген бата шопан. Айменов Нұрдулла 80% қолды қойған болды. Мадонға келе Жүреді жақсы жаман жайсар апаттай, біледі қорытындыны олдан аяқтай, саулығы жетпесе де дәулетярдың ілі бар екен, қолда аяқтай. Болған. Дәулетяр Қожагелдиев Дәулетяр 80% қолды қойған болды. Мадонға келе болған. Янадай қой бағуды меңгерген, ерекісте ірілерді өңгерген, жоламанып бағып сілтеп отырған Өсербайдың теңдеуіне кім білген? Қожамжаров Өсер 79.4%. Мадонға келе. Сарапан айналасын егелеген, көкбарып бұл шопанға келедеген, Дәрімбетов Әлімбет іркілсіз ой оған өнімдерді береді екен. Әлімбет Жарымбетов 77% қолды қойған. Қаяқта? Бұл да келеді. Әйелін науқастан өзі қалған ғой. Сіздерді жалықтырған жоқпыз ба, сыйлық бере. Ал колхозымыз бірінші орын алған, бұл жерде артта қалған адам жоқ, барлығы бірінші. Бәріне беруіміз керек сыйлықты. Шамалшылап отыра тұрыңызға. Ендігі құттықтау сөз ауылымыздың ақыны Әжем Жұмагүлге. Барлығымыз бір атадан көрмегендей, бір шұқырда, бір қазаннан, бір дастарханнан ас ішкен достарымыз той құтты болып той қыласын. Балдарға арнағамна немді оқып берейік құттықтау сөзімді. Той құтты болсын малшы балаларым, болғайда жаратушы паналарың, елің сау дүние тыныш тамағың тоқ, жетілсін шат өмірде саналарың. Бақытқа той болатын қол жеткізген жүлдегер жігіттер бар ғой бізде көптен. Амандық, қабит, жалғаспай, дәулет, модик, басқа бас қозы беріп өнім еткен. Сапқоздың басшы малшы тірегі ғой, бірліккен талмай соққан жүрегі ғой. Ташкенттен теледидардан сөзге шыққан Нұршаттың құнын халқы біледі ғой. Тағы бір тілге тиек айтар сөзім, балаңның айттың ғой деме жеке өзін. 20 жыл шопан тойы болғанымен көрдіме бұл құрметті қарттар көзің. Жүгірген орын сайлап бұлмен қызым, жұғымды болғай елге берген дүзің. Алланың рахыммен нұры жаусын, құл пырсын көктемдегі гүлдей жүзің. Садақаң қабыл болсын бағландарым, ниетпен орындалсын армандарың. Жебесін ерлер ата осы көпті, талмай шап, талапты ұрпақ тарландарым.
Батамен шашу жастым тойларыңа, дарысын берген алғыс бойларыңа. Керіліп, өріс толып, талапқа сай, кездесін шопан ата қойларыңа. Ауданда алда олып шалықтаңдар, қырандай әуелеген халықтаңдар. Еңбекпен ерге көрер, деген бабам, еңбектен аттарым жазбаңдар. Той құтты болсын. Ендігі кезде қыз мұқымбай деледі. Мынау менің туып өскен жерімде, мынау менің санжы кірген белімбей. Мынау менің алтарысты туысқан, аспаралай ерге туман елімбей. Мынау менің алтарысты туысқан, аспаралай ерге туман елімбей. Шынымен қалғаным бау жарақтап, жас балаша тұрмын бәлде шарықтап. Көз алдымда мұнаралай дауыстығы жас, қарайын шайтағы да бір анықтап. Көз алдымда мұнаралай дауыстығы жас, қарайын шайтағы да бір анықтап. Жастайымнан жаттап өткен жыр ойын, мынау менің аспаралы алойым. Осы жерде тозып тұңғыш көйлегім, осы жерде өткен қызық балойым. Осы жерде тозып тұңғыш көйлегім, осы жерде өткен қызық балойым. Бір кездер ай секілдеді алаппау, сұлу беті аласарып қалыппау. Төбедегі әзбабымның бетін еді бүгін қиын боп бір анықтау. Төбедегі әзбабымның бетін еді бүгін қиын боп бір анықтау. Көрген сайын көңіл кірі аршалар, әркімнің ақ туған жері бар шығар. Бірақ маған сенсіз әлем қар шығар, сағынышым ыстық жас боп тамшылар. Бірақ маған сенсіз әлем қар шығар, сағынышым ыстық жас боп тамшылар. Туған жерім сағынышым сарғайған, құстай ұшып келем саған шалғайдан. Жебек желі еркелетіп елетіп, жылы леппен желпіп жатыр маңдайда. Жебек желі еркелетіп елетіп, жылы леппен желпіп жатыр маңдайда. Жапыралар жасын желі құрағым, жарқынымен сыңғырмайды бұлағым. Қасиетіңнен айналайын туған жер, көк майсаңдай құшақтай кеп құладым. Қасиетіңнен айналайын туған жер, көк майсаңдай құшақтай кеп құладым. Ал және жалғастырамыз. Әзілдесе жол-жуас күлімдейсің, қырсықтықта кесірлікті сен білмейсің. Жарқынбай, Теңізбай, айдан анық, қойға пісен, басқаңды мен білмеймін. Нарманов Теңізбай. Кілеммен сыйлық саған болды.
Жар болар берілген жер панасы, шопандай жегіп жібер кең даласы, Шәрібек қой бағып жүр сол далада, әйгілі Елекеңнің бел баласы. Көңбасов Шәрібек. Болда кілеммен. Махмұтжан Есетұлы қой баққанда, салалы іштен терең ой жатқанда, қой тойып аударылса оң жағынан, болады жаны оның жай тапқандай. Ермекбаев Махмұт, кілемменен марапатталады. Қолырып отырыңыздар, шашасыңыздар ма? Күн басып Ибайдулла қойын бағып, жүретін адал шопан бойын бағып, өз ісіне басқамен шаруасы жоқ, емеңгер білдірмейді ойын ағып. Көңбасов Ибайдулла, бұл да кілеммен марапатталады. Ендігі кезек ағасы қабылдап алып жатыр, ағасы. Анау әкешісі сағынған екен, шұлыққа кетіп қалыпты. Қарапайым адамдық өлеңде байқалар өзі. Онан бергі орталықтағы бірінші Үшқұлық ауданында кездесіп отырған Алтынтау шіркат қожалығының алдыңғы кеудеде келіп 112,5% жалпы өнім алып 80% қоз қойғандығы арқасында осы жерде үлкен той болып отыр. Осы тойдан тойға ұласа берсін. Осы халықтың, елдің дастарханы төгін шашын болсын. Мінекей бүгінгі қойылған қозының 8.000 қозы деген сөз осы халықтың арасынан 12-13 семья жұмыспен тәмінделді деген нәтижені көрсетіп отыр. Әрдайым осындай көрсеткіштерге ерісе бер. Нұршат. Рахмет. Ендігі кезек Қызылқұм мәдениет үйіне.
ұрпағыңмен желеп жүрген қолдай берші әрдайым. Қадіріңді, қасиетіңді еш білсең неден салам. Есіміңді әнге қосып мәңгілікке шырқайын. Айналайын, толғанайын, толғаларына, әруағыңнан айналайын, толғаларына. Сермақан, маңғас шопан, пысық мығым, жоламас сен тұрғанда қырсық шығын. Адында пенсияға алшаң-алшаң, елемей кедергін, пысықтығын. Қалымбетов Сермақан. Қош қарсы. Бал туым берекесін бастартыдан, риза үлкен кіші достар оған. Өткені өнім алу себепшісі, ғали ғой иегесі істегі қошқар баққан. Әбдірманов Қали, қошқаршы өзгерді жақында түйгіш болды, бірақ мал бағаны өзгертпейді деп ойлайды. Онда кірем менен марапаттан. Үсекеңнің жалғасы еңбегінің, түйені өсірдің сен кембайыным, ең сауып әлі біраз баққанында көбейтерем түйені көрмейтінім. Жұмабеков Кеңбай. Онда кілеммен марапаттан. Түйені терең біліп меңгеретін, адам жоқ саған сабыр тең келетін. Өзіңнің еңбегіңмен арқасында сыпайлы адамдықпен сен келесің. Рахметуллаев Сабыр. Бұнда кілем менен марапаттан. Ендігі құттықтау сөз ауылымыздың мектебінің директоры Байнияз ағайға сөз. Құрметті қалайық. Мінекей өздеріңізге белгілі, осы ауылдағы тыныс-тіршіліктің барлығы осы ауылымыздың малшыларының, шаруаларының жағдайына, солардың жетістіктеріне, солардың жеңістеріне байланысты екенін өздеріңізге белгілі. Бірнеше жылдан бері мал басының төмен түсіп кетуі, жылдан жылға кемейіп баруы елдің еңсесін төмен түсіріп жіберіп еді. Бұл жасыратын сыр емес. Мінекей өткен жылдан бері, өткен жылда мал басы біршама артты дегенде барлығымыз да бірдей қуанып қалып едік.
Ал енді сол нәтиже биылға келіп, мінекей аудан көлемінде біздің ауылымыздың шаруагерлері жетістіктері ауданда ең алдыңғы қатарға жеткен екен. Бұл деген сөз біздің бұл жердегі жасаушы халқымыздың келешекке сенімін қайтадан оятып, қайтадан арттырып отыр. Жасыратын жоқ, сенім кетіп еді. Сол сенім қайтып келді. Бұл осы жердегі шаруалардың, малшылардың, мынау Алтынтау шirkat қожалығы правлениесінің, оның басшысы Емекбаев Нұршаттың еңбегі бұл жерде зор деп есептеймін. Сіздердің табыстарыңыз тасқындай берсін. Алдағы уақытта да осындай зор табыстарға жете берулеріңе Абай атындағы орта мектеп педагогикалық коллективінің атынан тілектестік білдіремін. Рахмет. Рахмет байға, рахмет. Ендігі кезек Қызылқұм мәдениет үйіне. Барапай, ауылдың қызы, Арапай, Жәкеңнің таңатарға малы қалды, алуадан төкен жылқыны қабылдады. Жылқының жебеушісі Қамбар ата сейінсаң жан жағынан табылады. Мұратбаев Төрегеп, бұл да кілемменен марапатталды. Төрегеп қайтты. Қонысбек Айназардан түйін алды, біле-біле айсыл қара кейін алды. Көркем, өркендеймін деген адам шартты сол, өз кәсібін сүйеді алды. Ойсыл қара егесі, Өтебаев Қонысбек. Бұл да кілеммен марапатталды. Сыйлайды еншің анық деген мына, жылқыны баға алдың да, егердің ба, береке отбасында шыңғы сыным, тілегің Қамбар ата сүйгеніңді. Арсалиев Шыңғыс, бұл да кілемменен марапатталды. Қалыбай ғалым бұл түйе баққан, кіршіксіз бұл түлікті сүйе баққан, ағадал еңбегінен арқасында абырой сый-сияпат түйе баққан. Қалыбаев ғалым, бұл да кілемменен марапатталды. Ендігі марапаттау сөз, тілек айту ауылымыздың Совет одағының батыры, социалистік еңбегері Дәулетов деген Азығалға. Жиналған қалайық, шопандар, жолдастар, жас балдар, тойларың құтты болсын. Өмірлерің ұзақ болсын. Бұл той істеліп атқан, той көптен бері болмаған. Бұл бейнет оңайлықпен келіп атқан жоқ жігіттер. Қиыншылықпен келіп атыр.
Onun içinde şahsırasının işleri, şahsı sözü de var, yaman sözü de aytılıp жатыр halkın içinde. Sol sözlerдің içinde neticesi koy olsun bolup жатыр. Бұл баланың енді шатыратым жоқ, бір сыры бар, оның өзім оңашада айтамын оған. Ол сырдан басқа сырдың бәрі дұрыс. Жоқ айтпаймын, өзім оңашада айтамын ол балаға. Оңашада айтамын. Ал енді осы болбатқан тойлар біздің қарттардың есебінен, қарттардың атынан құтты болсын, тойларың берекелі болсын, өмірлерің ұзақ болсын, ата-аналарға мейірімді болыңдар, халықтарға қызмет етіңдер. Бұл шопандық деген біздерден қалған нәрсе. Біздер де істедік, халыққа қызмет еттік. Жақсы жаман ата қалған жоқ, жақсы атақты алып жүрміз. Ал енді соны енді, бұл енді барлық нәрсені өзі көріп жүрген, бұл жаман нәрсе үлкен қартайғандық жаман екен бәрінен де. Ол көні өздеріңді бастарыңда біліп жүрген. Қартайғандық ол адамға шамалы батады. Ол жас кезінде кәлде де ол жүгіріп жүрмін бірақ. Ол жүгіріп қасында көріп жоқпын. Сол үшін тойларың құтты болсын. Келген қадамдарыңа нұр жаусын азаматтар, әрқашан аманшылықпен болайық, ауызбіршілікпен болайық. Рахмет, рахмет. Әдекең екі аяға әлсірегенісін жүгірмесін, үш аяға қосмаған ені, қатты жүгіріп одан бетерміз. Ендігі кезде қызыл құмы Мәдина би. I'm
рахмет. Ендігі кезек сол малшылардың малы жайлауда жайыл болсын, үйі басқа тіршіліктерінің бәрі орынды болсын деп қызмет етіп жүрген механизатор шоферлерге. Кенжебай қамқоршы жан елден ерек, ойлайды не нәрселер неге керек. Шопырлықпен тек қана шектелмейді, ол үшін елдің қаны өзге бөлек. Айғырбаев Кенжебай кілемменен марапатталады. Қарсы келмейді. Шопанға жәрдем қолын созалатын, Дүйсенбай салиқалы азаматым. Көрдің ғой өмір жолын қиын талай, ауырға жеңілге де төзе алатын. Шөпті қатырып жинап берем деп отыр. Әбдіқадыров Дүйсенбай енді кезек. Кілемменен марапатталады. Шопандар қысқа қандалмас дейді. Барлық шөпті даярлап берем деп жатыр дейсіздер. Қасқырдың еш тынымы жоқ қысы жазы, тек қана шаршағанды белін жазды. Ете бер еңбегіңді халқың үшін, бейнетке шындық қой, көптің азды. Өтегенов Қасқырбай, аты Қасқырбай, жұмысы бөрі бұның. Бұл да кілемменен марапатталады. Шіркеттің тракторы азаматы әрі істе батыл сеніп баралады. Уайс қажет болып қалған кезде шопан мен қоян қолтық араласты. Сатанов Уайс, бұл да кілемменен марапатталды. Машинаны айдайды тілім біліп, жауапкерлік дегенде біліп жүріп. Досымбектің қасиеті ерекше ғой, жұмысын орындайды күліп жүріп. Тұрдыбеков Досымбек, бұл да кілеммен марапатталды. Кәсібін қасиеттермен ұстайды анық. Жас шопер Исламқұл Қыстаубаев машина тоқтатпауға тырысады, бөлшектерін жаздайды қыстай тауып. Қыстаубаев Исламқұл, бұл да кілемменен марапатталды. Рахмет. Ол әлі еңбекте жүр. Келіп, даже подаркісінде алатын уақыты болмай кетіп қалыпты қолға. Ендігі мақталатын шофер менің шоферім лишний. Ермекбаев Марат деген жігіт. Бұлсыз біздің тіршілігіміз өтпес еді. Бұл да кілеммен марапатталды. Көлігін дөңгелектің ойға қырға, салады құмға тоға, тақырға да. Шіркеттің жұмысынан бір тынбайды, Садрадин тым етіп, пән батылады. Ермекбаев Садрадин, бұл сердерменен марапатталды.
Ендігі кезек және шоферлар бар, бірақ мен бір нәрсені айтқым келіп тұр. Мына осынша өнім алдық деп жатырмыз. Бұл өнім мына кісілерсіз болу қиын еді. Бұлар ассимиляторлар Ермекбаев Жамаладин сервизбенен марапатталды. Ассимилятор Көкбасов Ерғара. Кезек шоферлерге Рахметов Жалғазын сервизбенен айлаттады. Ендігі кезек Байзақов Марат сервизбенен марапатталды. Әр біреуге берілсе әділ шын бағасы, ырза болар өлең бірі танасы, шопан тойға жұмылдыра жүгірген Нұршат аға бастық шеркаттың төрағасына сөз. Ол маған екен. Енді біздің сыйлық беру бөліміміз аяқталды, бірақ осы сыйланатын кісілерге көркем өнерлікпенен жәрдем берген, пенсияда болса да қызмет етіп жүрген алғысымызды айтқымыз келіп тұр. Нұрмұратов әбекеңе. Рахмет әбеке. Қане? Құттықтау сөз сөйлейтін адамдар бар ма? Құттықтау сөзге өтеген ағамды шақырамыз деп. Құрметті халайық, мерекелер бәрімізге де құтты болсын мінекей. Ал енді менің бір айтайын дегені, міне шопандарды осындай жағдайға келтіріп, тойдан марапаттап жатыр ғой енді міне. Осы колхоз правлениесінің құрметті мінекей Ермекбаев жолдасқа біздің де бір арнаған сыйлығымыз бар, соны алып қабыл етіңіздер. Бір тұлпар шопандар атынан, барлық шаруагерлеріміз атынан. Рахмет. Мен қол көтергенде сыйлыққа екен демеңіздер. Орысшада бір сөз бар. Дорог не подарок, а внимание деген. Ұмытпағандарыңызға рахмет шөпілдер. Ендігі құттықтау сөз ілекеңе. Құрметті жолдастар, міне мерекелеріңіз құтты болсын. Тойларыңыз тойға ұласа берсін. Менің сіздерге бір шамалы айтып кететін бір хабарландыру дейміз бе, дүйім осы халыққа. Шопан жолдастар Бұхара Абу Али Бин Сина намындағы стоматологический научно-исследовательский институттың клиникасынан
bir gruppa stomatolog врачтар бізге жәрдемге келіп жатырыпты. Бұл деген сөз ұзақ жайылымдағы шопандарға тістерін емдеу. Сонда бақытты болыңдар, абырайлы, жарқын жігіт болып өсе беріңдер. Табыстан табысқа жетіп, бақытты күнненге табысты бола беріңдер. Сол үшін тойларыңыз құтты болсын. Рахмет. Рахмет. Ендігі сөз аудан және қала әкімінің бірінші орынбасары Әбдікәрім Молдагеновке. Құрметті бүгінгі тойдың иелері, құрметті бүгінгі жиналған қалайық. Сіздердің қошеметтеріңізбен мен қазір осы елдің, осы жұрттың қан тамыры болып тұрған шаруа болса, сол шаруаның басында, негізгі өндірістің басында жүрген Алтынтау шіркат қожалының барлық бас шопандарын ортаға қошеметпен шақырсақ. Келіңіздер. Келіңіздер шопан жұмысты. Қошеметтеңіздер, қол үргеніздер. Келіңіздер. Бүгінгі тойдың негізгі иелері міне Алтынтау шіркат қожалығының бас шопандары, Алтынтау шіркат қожалығының мүшелері, Алтынтау шіркат қожалығының басқармасы. Міне жаңағы мектептің директоры өте орынды әңгіме айтты. Сондықтан осы жерде ел болып отыр, осы жерде жұрт болып отыр, осы жерде түрлі ауылдағы түрлі инфрақұрылымдардың бәрінің болып тұруы осы шаруаның арқасында болып тұрыпты. Және бір мәрте жаңа сөзім басында айтып едім, осы бүгінгі сіздердің жиындарыңызға аудан және қала әкімі Ақтан Ергашев қатынасу керек еді. Және аудан мекемесінде көптеген басшылар қатынасу керек еді. О кісілер жаңа жағдайлармен Ұзынқұлық шіркат қожалығында болып тұрыпты. Сағат 12-ге шейін үлгеріп келу керек еді. Бірақ дегенмен үлгеріп келмепті. Сондықтан барлықтарыңызға және бір мәрте сол кісілердің тілегін, сол кісілердің жақсы тілектерін, бұл кісілерге бұдан да былай үлкен табыстар тілеп жатқанын және өмірде жеткізуге мақұл деп тұрыптың, соны қабыл алыңыздар. Енді осы бас шопандарды құрметпен ортаға шақырдық. Қазір мен осы ауылымызда, осы елімізде бірінші мәрте Мәкка Мәдинаға барып келген Қожекең осы бүкіл шаруамызға, Алтынтау шіркат қожалығының шаруасында емес, бүкіл ауданымыздың шаруагерлеріне бір батасын алсақ деген бір ұсыныс бар. Қожеке, келіңіз. Bismillahirrahmanirrahim. Ahtan hayat, Peygamberden şafağat, pirlerden medet bolgay. Allah avroylu amaçlıklarınızda, berekeli birliklerinizde vergey. Kasıplarınızdan bereket tapkaysınlar. Otbaslarınızın amandığın verip, erkaşan kosaklarınızla kosa ağarıp, yeldin yelevli hizmetisi bolgaysınlar. Jandarına, jan başlarına baş koşulsun, kasıplarınızdan bereket tapınızlar. Erkaşan halkımızdan negizgi bolgan kasıbı, şarvaşlık kasıbı. Alğa günlüğünge basa vergey. Solgan başlık kılcıgen aksakal azamatlar avlumuzun. Denderi sağ bolsun, yüzleri jarkın bolsun. Kalmay hizmette bolsun, arkaşan jakşılıkta bolgay. Toylar toyga ulaşsın, osundayız. Allahu Akbar. Rahmet moldu. Söz өзінің тілегін білдіру үшін келген қонақтарға, жиналған қауымға осы тойдың ұйымдастырушы
негізгі осы бүгінгі тойдың егесі, осы Алтынтау шіркат қожалық басқармасының төрағасы Ермекбаевке. Рахмет Молбеке. Көлдеға бергенсіз. Межеген көлде.